Армысыздар, оқырмандарым, тыңдармандарым. Бүгін өздеріңізге Олжас Сүлейменовтен аударғанымды оқимын. Алдымен Олжас Сүлейменовтің өлеңі «Айналайын». Айналайын, чудесное слово. Жаль, что русский его не поймет. Я готов объяснить ему снова, только бедно звучит перевод. Айналайын, твоими губами, пусть нелепо оно звучит, но другими иными словами ты не сможешь его заменить. Ты Сережу Есенина помнишь? Шагане ты моя, Шагане. Айналайын захочешь, запомнишь, повтори, Айналайын, при мне. Пусть оно будет нашим паролем, именами твоим и моим. Мы, казахи, любовью и болью о любимых своих говорим. Айналайын тебя называю. Если хочешь понравиться мне, называй ты меня, Айналайын, как Есенин свою Шагане. Енді менің аудармамды тыңдаңыздар. Айналайын, қазағымның сөзі, әттең оны ұқпас орысым, түсіндіріп берер ағым өзім, аударма жоқ нақты ол үшін. Бұл сөз шықса сенің аузыңнан, сәл-пәл солғын тартатын рас, бірақ басқа сөзің ауыстырған, оның мәнін ешбір бере алмас. Әлгі Сережа Есенинді білесің, Шаганем сен менің Шаганем. Айналайын, жаттап ал сезіп киесің, айналайын десем саған мен. Атымыздың алтын кілті боп, айналайын айтсын жан сырын, осы аяулы сөзбен нұр тілеп, біздің қазақ сүйген асылын. Айналайын, сен де жайдарман, құрмет жаса маған осындай, емрене өстіп айналған, Есенин де Шаганесін дәл. Сүлейменовтен аударған мен Үміт Битенова. Рахмет тыңдағандарыңызға.